Ассалаумағалейкум, назарларыңызға 21.09 ВАЗ девятка дейді. 98 жылғы 1.500.000 инжектор мотор. Свет сырты әдемі істелінген, жұмысы жоқ. Торрес титанка қыстық дөңгелектермен 16-лық. Грантовый боковой. Төбесінде багаж бар. Полный жақсалынған, жағдайы жақсы. Артында 4 колонкасы бар, пионердің. Жағдайы жақсы. Бағасы келісім бойынша. Полный істелінген. Nexia 2, 2012 жылы. Жағдайы жақсы. Простой дискіде 14-тік родной колпак. Ішінде мультироль, хром кнопкалар, дерево, Android магнитол салынған. Жағдайы жақсы. Сыртында жұмыс жоқ. Көріп тұрғандарыңыздай тап-таза машина. Алдыға жақсы. ВАЗ 2115 2012 жылғы, объем 1,5 1.700.000. 10 штук. Простой дискіде. Астылары. Жағдайы жақсы. Салонда тап-таза. Көріп тұрғандарыңыздай. Бағасы келісімді. Машинаның жағдайы жақсы. Құрметті көрермендер, каналымды қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Қандай көліктің бағалары керек, қызықтырады, жаза кетіңіздер. Капсын қытайский болғанда. BMW E34 92 жылғы, объем 2,5, бағасы 2 миллион. Титановый дискі. Сыртында жұмыс жоқ. 4 электропакет. Кожа, велюр, дерево. Машинаның жағдайы жақсы, ақуы жақсы. Механикада. Мотор коробка жақсы. Бағасы келісімді. Тұрғандарыңызда машинаның жағдайы жақсы. Узкомордалы. Nexia 2 2011 жылғы. 1.6 16 клапан, бағасы 2,5 миллион. 15-тік простой дискіде, баллондары жақсы. Тонус мотор, 4 электропакет, куры бар. Салон тап-таза, чехол тігілген. Пробегі 140.265. Машинаның жағдайы жақсы, күтілген. Тонировкасы жоқ. Аквариум ғой, короче. Бағасы келісімді. Көріп тұрғандарыңыздай. Жағдайы жақсы. Баға келісім бойынша. Алдың болымдары жақсы. 4 болымда жақсы. Саудасы. Mercedes 140. Объем 3.2. 97 жылғы. Бағасы 5 миллион 200. Машинаның жағдайы жақсы. Болымдары жақсы. Титановый дискіде. Көріп тұрғандарыңыздай. Сыртында жұмыс жоқ. Ішінде де жұмыс жоқ.
белый кожа ма, ақ кожа. Машинаның жағдайы өте керемет. Жағдайы жақсы. Келісімі бар. Арқасы тап-таза. Барлығы жұмыс жасайды. Мотор коробкасы жақсы. Газ, бензин. Патрониктер бар. Машинаның жағдайы жақсы. Қысқасы. Саудасы бар. Audi 92 жылғы 2.3 объем. Бағасы 900 мың. Титановый дискіде. Баллондары жақсы. Көріп тұрғандағыңыздай сыртында жұмыс жоқ. Автоматты коробка. Машинаның жағдайы жақсы. Тап-таза. Бағасы келісімді. Саудасы бар. Назарларыңызға Opel Vectra 89 жылғы, бағасы 750 мың. Объем 2 литр ғой, 2 куб. Инжектор. Қысты дөңгелекте, простой дискі. Ішінде жұмыстары бар. Кішігірім чехол салынған. Машина жылына сай. Бағасы келісімді. Сыртында жұмыс жоқ. Көріп тұрғандаймыз. Артында колонкаларын бәрін шешіп алған. Opel сүйер қауымға.